Дулат Әлібекұлы ресми жарыстарда 70 белдесу өткізіп, оның 65-інде жеңіске жеткен. 2017 мен 2020 жылдар аралығында Алматы облысының 4 дүркін чемпионы болып табылады. Республикалық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Атап айтқанда Дулат Шоқан Надырбековты еске алуға арналған республикалық турнирде, Өтеміс Батырды еске алу біріншілігінде және жыл сайын Дінмұхамед Қонаевтың құрметіне ұйымдастырылатын жарыста жеңіс тұғырының биік сатысына көтерілген. Ол күрес әлемінде бірнеше балуанды өзіне үлгі тұтады. Ақжүрек Таңатаров ағамыз сияқты, Дәулет Ниязбеков ағамыз сияқты, Әлішер Ерғали ағамыз сияқты, және де шет елден Зауырбек Сидаков ағамыз сияқты болғым келеді. Дулаттың інісі Бексұлтан да еркін күреспен айналысады. Екеуі егіз қозыдай әрдайым бірге жүреді, бірге жаттығады. Я меніме жаттығуға барған кезде, жарысқа барған кезде айтып тұрамын, мына жерде мынандай әдіс істейсің деп, және үйде екеуміз бірге жаттығамыз. Әлібекұлы Бексұлтан, Әлібекұлы Дулаттың туған інісі бұйырса, сол баланы жаңа спорт мектебіне береміз келесі жылға. Енді соны да дайындап жатырмыз. Болашақта одан да бір үміт күтіп отырмыз. Ербол Керімбеков 15 жылдық бапкерлік карьерасында жүздеген бала тәрбиелеп шығарды. Әр жылдары оның талантты шәкірттері республикалық спорт мектептеріне оқуға түсіп келеді. Дулат та шеберлігін шыңдау үшін спорт интернатына оқуға түскен. Бапкердің айтуынша, мүмкіндік болса, дарынды оқушылардың интернатта оқығаны дұрыс дейді. Енді мен біріншіден бала келгенде қараймын, баланы дайындаймын. Енді бала ол қандай данный бар болса, ары қарай жұмыс істеуге болады. Керек өз балалар бар, келеді, кетеді, кетіп қалады, бір күн келеді, бір күн келмейді. Балаларды мен данный бар балаларды ақырын дайындап, интернаттарға жаңа дайындаймын да. 6 классқа дейін ақырын дайындап алып кеп 6 класста жаңа. Шаңыраққа, спорт мектебіне, қаладағы Еркесқа, Талдықорғанға, спорт школға, соларға беремін. Соған дайындаймын мен. Одан ары қарай түспеген балалар енді қиында ұстау оларды. Переходный өзі солар келеді, кетеді, уже оларды қиын ұстау. Неғұрлым бар болса, балалар түсіріп жүрген жақсы да интернатқа. Ар жақта уже қадағалау бар, күніне тренировкасы, 2 уақыт тренировкасы сояқта жатады. Уже басқалайды ол бала. Үйден келіп кетіп істеп жүрген бала қиында болады. Дулат еркін күреспен ерте жастан бастап айналыса бастаған. Баласы 6 жасқа толғанда, әкесі күрестің әліппесімен таныса берсін деген ниетпен ерте алып барған. Әкесінің айтуынша, ұлы да спортқа бейім болып өскен. Дулатты 6 жасында күреске алып бардым. Өйткені оны алып барған себебім, кішкентайынан өте жаңағыдай өзім спортқа жақын болғаннан кейін, ол да спортқа жақын болсын деп, отжиманиясын жасатып, приседаниясын жасатып, сөйтіп үйретіп, 6-ға толдау дегенде жаңағы күреске алып бардым. Осына Ербол досым менің, Керімбек Ербол қазіргі ағайы. Содан бастап мені күресіп жүр қазір, Аллаға шүкір. Жайлап әйтеуір басында жеңілетін. Одан кейін үйрене бастағаннан жеңе бастады. Соменен жылдар өте осы мені арада 8 жыл болыпты. Әнімі деп неғанша. Қаншама жарыстарға бардық, қаншама жаққа бардық. Кейде өзім бірге барам. Бүгінгі таңда еркін күрес Кавказ халықтарында жақсы дамыған. Сондықтан болар таулы аймақтың шымыр жігіттеріндей болу үшін әкесі Дулаттың үйдегі жаттығуларын тауда өткізеді. Енді таудан осы балалар үшін жер алдық арнайы. Өйткені бір күн жаттығу зал кейде жабылып қалады, кейде жаңағы небір жағдайлар болады ғой. Каникул демалыс болып қалады, сол кездерде зал жабық болады, жаз айларында біз таудамыз. Таудан осыған арнап бір жер алып, сол жақтан жаңағы арманымыз енді. Осы өсе келе көрерміз, небір жаңағы армандарымыз бар. Осылар әйтеуір күресіп, жақсы күресіп атса, бір мәнсіз болар. Бір зал соқсақ деп қоямыз енді.